Сәлем достар, сіздермен бүгін осындай шашырап тұратын, бір-біріне жабыспайтын күріш дайындайтын боламыз. Алдымен күрішімізді 3 қайтара жуып аламыз. Содан соң тапамызға майымызды құйып, қыздырып аламыз. Күрішімізді салып, орташа отта қуырамыз. Осылай араластырып тұрыңыздар. Араластырып жатқанда бастапқыда күрішіміз бір-біріне жабысып қалады. Содан соң 10-15 минуттай араластырып тұрыңыздар. Осындай бір-біріне жабыспайтын шашыраңқы күріш болып шығады. Тұз себеміз дәміне қарай. Су құямыз. Суымыз күріштің бетінен 1 сантиметрдей көтеріліп тұру керек. Бетін шауып, баяу отта 20-25 минуттай суы тартылғанша қойып қоямыз. Міне күріштің суы тартылды. Осындай шашырап тұратын күріш шығады. Осындай формаға салып, тарелкеге аударамыз. Шашырап тұратын күрішіміз дайын. Жасап көруге кеңес беремін. Менің YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Жансая.